Assalamualaikum, hürmetli talabalar. Bugün Özbekistan Yeni Жаңа Тарих пәніне бүгінгі лекциямыз Өзбекстанда демократиялық бұқаралық жәмиеттің қалыптасу һәм әлемде асырылған саяси реформалар темасында лекциямыз бастаймыз. Лекцияның ережелері. Бірінші ережеміз milli мемлекетшілік басқару системасы әресіз Өзбекстанда хакимиятлардың бөліну принципі. Екінші, Өзбекстанда көп партиялық системаның қалыптасуы һәм оның тарихи ахметі, саяси партияларында өзгешеліктер. Үшінші, Өзбекстан парламент системасы һәм ондағы реформалар. Ережелер. Енді бұл жерде біріншіден Өзбекстанда мемлекет басқару системасы, яғни өзі демократиялық жәмиетті бірінші демократияның көрінісі бұл сайлаулар бойы сақталады, бұқаралардың еркін сайлау құқықтарын кепілденуі. Бұл Өзбекстанда рәсімдікке еріскеннен кейін, яғни низамшылықта өзгерістер болып, конституцияға муафиқ Өзбекстанда хакимиятлар төмендегіше бөлінді. Бірінші, низам шығарушы хакимият, екінші, атқарушы хакимият, һәм үшінші, суд хакимияты болып бөлінеді. Енді Өзбекстанда низам шығарушы хакимият бұл парламент деп айтылады. Парламент, яғни біздерде бұл дүние жүзінде бұл низам шығарушы хакимият көпшілік мемлекеттерде парламент деп айтылады, Өзбекстанда бұл парламент емес, Али Мажилис деп айтылады. Енді бұл жерде парламент сөзіне беретін болсақ, парламент термині қайттан келіп шыққан. Не деген мәнісін білдіреді деген айтатын болсақ, парламент сөзі парашютші, парле, сөйлесу деген мәнісін аңлатады. Сөйлесу бұл ең бірінші рет 13-ші ғасырда Англияда пайда болған парламент сөзі. Енді парламент әртүрлі мемлекеттерде хакимият аталады. Мысалы ретінде айтатын болса, Россия, ақш-та болса конгресс деп айтылады, Азербайжанда болса milli majlis деп айтылады, Өзбекстанда болса Али Мажилис деп айтылады. Енді Али Мажилис Өзбекстанда низам шығарушы хакимият есептелінеді, орган есептелінеді. Бұл енді біздердің Али Мажилисіміз екі палатадан барады. Бірінші палатамыз низам шығарушы палата, һәм екіншісі сенаторлардан барады. Олардың уәкілдік міндеті 5 жыл, яғни Али Мажилиске депутаттар сайлаймыз, қазіргі уақытта Али Мажилисте 550 депутаттарға барады, депутатымыз бар, һәм 65 сенатор бар. Бұл 150 депутат халықтың сайлау округларына сайлап қойылады. Бұлар Али Мажилиске сайланғаннан кейін 5 жыл давамында халық атынан жұмсалып барады. 5 жыл, өзі білесіздер, 5 жылдан бір сайлау болады біздерде. Енді 65 сенатор. 65 сенатор қайттан сайланады. Бұл 65 сенатор Өзбекстанда неше viloyat бар қазіргі уақытта? 12 viloyat бар, һәм Қарақастан Республикасы, һәм Ташкент қаласы болады, соның менен 14 жерден сайланады. Har bir viloyatdan 4 senatordan saylanadi. Demek 14'te 4'e bölsek neçe болады бұл жерде? 56 болады, соның 9 senatorda prezident tarafından saylанып қойылады. 9 senatorda prezident өзі әрқилы тараудағы, ілім тарауында, әдебиет тарауындағы, басқа тарауларда абыройлы Өзбекстанға минет сіңген бұқаралардың арасынан 9 сенатор сайлап қояды. Енді Али Мажилиске депутат болған депутаттар үшін не заттар мүмкін, не заттар мүмкін емес деген сұрауға жауап берейін. Біріншіден, Али Мажилиске депутат болған депутаттарды мемлекет тарапынан Ташкент қаласынан үймен тәмінлейді, қызмет автомашинасымен тәмінлейді. Енді оларға қандай кәсіптермен шұғылану мүмкін? Оларға тек мүмкіншілік бар, іліми жұмыстармен шұғылануға, һәм педагогикалық жұмыстармен шұғылануға хақысы бар. Басқа хақы төленетін, айлық төленетін жұмыстармен шұғылануға рұқсат жоқ. Бұл низаммен бекемделіп қойылған. Али Мажилиске депутат. Енді Али Мажилиске депутат болу саны, депутат болу жасы 25 жастан
25 жасқа толған болу керек. Сол сайлау болып өтеме дегенше күнге шейін, мысалға бүгін 12 март болса, 11 март күні ол 25 жасқа толған болу керек. Һәм Өзбекстан аймағында тұрақты кемінде 5 жыл жасаған болу керек, кейінгі 5 жылында. Міне сол бұқаралар Али Мәжлиске депутат болып сайлануы мүмкін. Сенаторлар тап сондай. Һәм және мемлекеттік тілді жақсы білу керек. Енді Али Мәжлистің вазифалары берілді. Яғни низамшылық палатасының вазифалары берілді. Низамшылық палатасы Али Мәжлистің біздің парламенттің бөлігіндесінде хакимиятымыздың низам шығарушы, яғни Али Мәжлис болады, атқарушы хакимият одан кейін. Бұлар низам шығарады, бұлар орындайды. Кейінгі үшінші ғалесіз хакимият, бұл сот хакимияты көрінеді. Енді низам шығарушы айтып тұрды, бұлар Али Мәжлис депутаттары низам шығарылады, халықтың атынан сол Али Мәжлисте отырып, низамдар істеп шығарылады. Енді низамдарды тасдиқлау сенат тарапынан болып өтеді. Сенаторлар, 65 сенатор, сол сессияларда Али Мәжлис депутаттарының низамшылық палатасының низамдарын көріп шығады һәм тасдиқлайды. Енді атқарушы хакимияттың вазифасы. Бұл атқарушы хакимиятқа өтетін болсақ, яғни Өзбекстанда атқарушы хакимият бұл вазирлар мәхкамасы деп айтылады. Вазирлар мәхкамасын баш вазир орынбасарлары, мемлекеттік комитет раислері атқарып барады. Бұлардың вазифасы сол Али Мәжлис палаталары тарапынан шығарылған низамдардың орындалуын тәмінлеу. Президент фармаулары, қарарлары, фармайшылардың орындалуын тәмінлеу. Ол есепталады. Демек, бұл айтқан болсақ, мемлекетімізде бұл екінші хакимият болып есепталады. Үкімет деп айтылады, Али Мәжлис бұл. Али Мәжлистің көрінісі әрдегі уақытта мәжілістер залында. Басқару ұсынылары монархия һәм республика көрінісінде болады. Дүнияның көптеген енді мемлекеттерде республикалық басқару, монархия емес. Енді республикалық басқаруға кімдер басқарады? Президент басқарады. Енді тикардан Өзбекстанда атқарушы хакимият ең тикардың басшысы президент болып есепталады. Себебі президент халық тарапынан сайлап қойылады. Дұрыс па? Демократия деген сөздің өзі халық хакимияты дегенді білдіреді ғой. Халық хакимияты дегеніміз халық тарапынан сайлап қойылған халықтың сенімін ақылайтын адам, яғни президент болады. Дұрыс па? Президент сайлауларында бізде Өзбекстанда көп партиялық тикарды алып барылады. Бұл енді демократияның өзі көрінісі көп партиялық. İnsanlarda сайлау болу керек. Тек бір партиядан баратын болса, демократия болмайды. Көп партия, әрбір инсан өзіне ұнаған партиядан қойылған намзатқа дауыс береді. Сайлаулар жасырын ешкімге дауыс сөздерді Өзбекстанда алып барылады. Енді президент басқару біздерде. Басқарушылығымыз, президент басқаруымыз, бұл Өзбекстанда президент басқару Өзбекстан СССР дәуірінде пайда болды. Яғни сол уақытта СССР мемлекеттері арасында, республикалар арасында біріншілерден бұл Өзбекстанда президенттік басқару енгізілді. Яғни президенттік басқару 1990 жылы 24 март күні президент басқару енгізілді. Енді президент сөзі қандай мәжілісте алынады? Не деген? Қайсы тілден алынған яғни. Президент сөзі бұл латынша не дегенді білдіреді? Алдында отырушы дегенді білдіреді. Бұл республика басқару ұсынымдағы мемлекеттерде мемлекет үкіметтің басшылығы есепталады. Президентке біздерде президенттің лауазымы, яғни президенттің басқару ең басты 18 ғасырда ақш-та пайда болады. Енді бірінші президент Ислам Каримов Тосаттан дүнияға өткелдігі мәселесімен біздерде 2016 жылы 4 декабрьде қайта президент сайлауы болып өтті. Бұл сайлауда білесіздер, қазіргі Американың президентіміз Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Республикасының жаңа президент болып сайланды.
бұл саяси уақия, яғни мемлекетіміздің тарихында жаңа дәуірді бастап кетті деп айтсақ алжаспаймыз. Себебі демократиялық ашық бұқаралық жамиетті құруда жаңаша формадағы яғни ашық саясат алып барып бастағанда президентіміз өзінің президенттік қызметінен бастап, яғни халықпенен мұнасабат, халықпенен сәуетлесуден бастап өз қызмет вазифасын. Һәм біледі 2017 жылы мемлекетімізде халықпенен сәуетлесіп, һәм инсан мәңгілері жылы деп белгіледі. Бұл құрдан құр белгілеріне жоқ, бұлда терең мәні бар да, айтсақ, терең реформалар жатыр. Һәм сол дәуірден бастап мемлекеттің атқарушы басшыларын, депутаттарды сондай тапсырмалар берілді, оларға сондай кабинеттерде отырмастан халықтың арасына кірін, халықты қинап жатқан машғалаларды үйренін, халықпенен бірге болуын деп тапсырмалар берілді. Һәм сол жылдардан бастап білесіздер, президентіміздің бастамасыменен халық қаулыханалары іске түсіп басталады. Әрбір районда, әрбір валаятта халық қаулылары, қазірге шейін ол қаулыханалар істеп тұр. Һәм ол қаулыханалардың ашылу нәтижесінде бірнеше бұқаралардан müracaatlar келіп түсті. Соққа шейін жиналып қалған машғалалар көпшілігін өз орнында шешуге әрекет істеді. Ал айрымдары мәлім бір мүдделер ішінде халыққа шешіліп берілді, әмелі жәрдемдер көрсетілді.